Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге талқаннан жасалған өте дәмді керемет болып шығатын жөнттің рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Алдымен талқанға ертілген сары майды құямыз. Менде мұнда тары талқаны, жақсылап араластырамыз. Сгущенка құйып араластырамыз. Қолымызбен дөңгелектеген кезде бір-бірінен ажырап кетпей, жабысып тұратындай болуы қажет. Менде мұнда ақ және қара шоколад. Енді осыны ыстық суға салып, ерітіп аламыз. Осындай силиконды формаға шоколадты аздап құйып шығамыз. Әрине, мұндай формаға жасау міндетті емес. Шоколадты дөңгелектеп, онан соң ыстық шоколадты бетіне сеуіп шықсаңыздар да болады. Достар, сіздерге видео ұнап жатса, каналға тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосып қойыңыздар. Талқанды осылай видеодағыдай үстінен аздап қана басып салып шығамыз. Шамамен 20 минутқа мұздатқышқа қалдырамыз. Қалған женттарымызды осылай қолымызбен дөңгелектеп аламыз. Міне біздің женттарымыз дайын. Бетін өз қалауларыңыз бойынша осылай әсемдесеңіздер болады. Әрине, бұл маңызды емес, барлығы өздеріңіздің қалауларыңызша. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Балзия. Сіздерге видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісемін.